50 ұпайдан жинаған екен. Сол ұпайына қарай сол екі жұпқа жұптастырдық. Қазір айтамыз. Сосын бір айта кететін жағдай, биыл енді ата бабамызға арман болған, аңсаған азаттықтың таң атқалы 30 жыл болды. Екібастұз қаласы мәдениет бөлімінің Атамұраның қолдауымен, мұрындық болуымен айтысты жылда өткізеді. Әр жылы әр түрлі жүлде тігіліп келген. Биылғы 30 жылдықтың жүлдесінің жөні бөлек, соңыра ести жатасыздар. 8 ақын сахнада тер төкті. Олардың еңбегі бағаланбай қалды деп, ақындар да сіздер де өкінбеңіздер. Соңыра жария болғанда естисіздер. Арнайы жүлделер бар. Олардың да қаражаты қомақты, ешкімнен кем емес. Ал енді айтыстың ақтық бөліміне шыққан 4 ақынға сәттілік тілейік. Содан кейін мынау баға беру кезінде ұпайлар бәріміз жомарт болғымыз келеді, бәріміз бір ұпайды кем көтергіміз келмейді. Сондықтан сондай түсініспеушілік болмасын деп, сіздердің рұқсаттарыңызбен қалған 4 ақынның шеберлігін дұрыс бағалайық деген оймен, мына қазылар алқасының мүшелерінің де айтуыменен жабық бағаланатын болады. Қорытынды бөлімі. Реніш етпеңіздер. Жұптарды айтайын ба? Өзім айта беремін. Айтамын. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Ал ақтық айтысқа өткен 4 жұптың 4 ақынның алғашқы жұбын ортаға шақырайық. Нұрсұлтан, Қарағандылық ақын. Нұрсұлтанның қарсыласы Нұрғанат, Баянауыл. Көрермен сен бардасқа көрінемін, десіне бұлай тыста шегінемін. Микрофонсыз даусымда шыға береді. Кешегі жарлығаптай ерің едім. Алла мен өздеріңе сеніп бүгін алдыңа қайта айналып, қайта келді серілерің. Ағайын қиқулап бір тағы қолда, теңіздей жырымды айтып өремін. Үйткені өнердегі кіші залға ең үлкен үмітпенен келіп едім. Сөзімді қорғасындай салмақтадым. Сахнада кетпесем де жаулап бәрін. Алмагүл апайымның анасы кеп отыр ғой мына залда қарап бәрін. Айтыстың аққуы ғой ол Алмагүл. Нәсіп етсін деп тілеймін жәннат бағын. Апама бір қол соғып қояйықшы. Жазылсын осы жерде сабақтарын. Қос қызына тілейтінім бұйырсыншы, қос дүниенің бақытын жаратқан. Ақынбыз елді жырмен сүйіндірген. Сөздерді мен айтайын қиын бірден. Аспанбек осы айтыстың алдаспаны. Ағайын әр шумағын сүйіп жүрген. Қуаныш арамызда діндар ақын. Құдайға қара басын иіп жүрген. Бірақта екі атақтыға жолықпадым. Баламыз бұйырғаны тиіп жүрген. Әрқашан атақты мен шығармайды. Шығамын деп ойлабен биыл кімнен. Әй бірақ оған несін ренжейін. Халқым бар шумағымды сүйіп жүрген. Әйтеуір кенже бала емеспіз бе, ағасының киімін киіп жүрген.
нәркес төгіппін ғой, қырандай қияларды шолыппын ғой. Ютубта өзім әркесін айтығын, қасымда Нұрсұлтанды көріппін ғой. Бағана Абзал менен айтысып ем, бүгін енді бұған қарсылас болыппын ғой. Нұр Отанның өкілінен құтылып ем, бұрынғы басшысымен жолықтым ғой. Екібастұз үлкен той жасатқалы, Қаржастың жолықты ғой қосақтаңы. Атағы жоқ деп мені сынамағын, тұрғандай жанарымнан жасатқалы. Нұрсұлтан деген аттың қойылуы ешқандай қажет етпес атақтарды. Әгигағым, әгигағым, Нұрғанат інім бүгін даратылды, көрінесің бүгін топ жаратынды. Елдің жайын жырлайма деп отырсам, сен менің жырға қостың даратымды. Одан кейін интернетте сынайсың деп қаладың оған назар қаратуды. Мен өзіңді бауырым сынап жатсам, қатайтқым келгені ғой қанатыңды. Әгигағым, әгигағым, қалмайық бұл халыққа күдік беріп, екеуміз жолығарды біліп бедік. Халық сенен үміттеніп тұрған кезде, тұрсың ба сен халықтан үміттеніп. Айтыстың басталғасын көшегімде, тыпыршып жата алмадым төсегімде. Екінші айналымға шығып тұрмыз, болғасын мықтылардың есебінде. Екібастұз Қаралтынның астанасы, сен барда мен қайғымын кешемін бе? Атамұра дәстүрлі айтыс жасап, ақынға Ағдастархан төседің бе? Өзіңдей өлең сүйер елім барда, жалындаған от кеудем өшемін бе? Жұрты жырға жері кеңгеп, бай мекенім есті қып шығарады есерінде. Екібастұз қайталанбас жер екенсің, бұлттың өзі қимайтын көшерінде. Әгигағым, әгигағым, балаң бүгін өзіңмен мақтанады, жырлайын жетістікті тақтадағы. Гиннестер кітабында Екібастұз алтын әріптерменен сақталады. 3000 адам бір мезетте әнін шырқап, атағын күллі әлемге көп тарады. Үлкендік тұрғысынан богатырге әлемнің жете алмайды шақталары. Бұл жердің мұржасы да ең ұзын ғой, ұзындығы 400-ге нақ барады. 7 мәрте рекордты жаңартыпты, Мараттың биік болып бақталабы. Осындай дүниені дүр сілкінткен даңқымды айтсам, барлығы шок болады. Әлем саған қорқынышпен қарап отыр, Екібастұз енді қашан тоқталады. Гиннестердің кітабы әйтпесе, Екібастұз жайлы кітап боп барады. Әгигағым, әгигағым.
түбірлі той жасағанда, оқсайық сүйінбаймен қатағанға, жауырының жалпайып қарның шығып, Нұрғанат ұқсап кеттің атаманға, ендеше кезегіңді ұсынайын, бауырдың тұра берсін атақ алда, Түркияның төрінен келіп тұрған қасымдағы үнім торғай атажанға, әгегағым, әгегағым. Мен саған жыр айтпайтын бал емеспін, сен өзің сынағандай дәу емеспін. Түркиядан домаланып келіп тұрсам, басың сен бастамашы ерегестің. Шапаныма сыймай бүгін жүрсем дағы, теріме сыймай жүрген паң емеспін. Кездестің меніменен сахнадай, ағамыз отыр екен батылғандай. Мен сенің есіміңді сынамаймын, өзіме бір дұшпанды шақырардай. Ағы таза ақын боп қалайықшы, ағайын шабысымды бақылардай. Нұрсұлтан болмасақ та ел басқарар, жыр сұлтаны болайық атыдардай. Бағасы текті жұрттың тату келет, бөлінбей бірін-бірі жақын көрет. Ел жайлы бір ауыз сөз айтпадың деп, ағасы қасымдағы батыл келет. Ендеше ел жайлы мен сөз қозғайын, ағайын отырса егер ақын деп. Азаттық баянды боп тұру үшін біздерге тайғанамас тақым керек. Медальға мастанбайтын ақын керек, орденге сатылмайтын батыр керек. Жерімді саудасына салмайтұғын, елімді тонамайтын әкім керек. Елімді басқаратын дөкейлерге ақша емес, ең алдымен ақыл керек. Тарихымды қозғасам, боландықтың әуресі болашағымды бозартты. Сан түрлі бәле көрсек те сақтап та қалдық бүгінге, сарайшықпенен созақты тәуба деймін тәңірге. Тәуелсіздіктің тойында көмейімнен созақты көрсетпе Құдай қазаққа, о дүниядағы тозақты, бұл дүниядағы азапты. Жонынан таспа тілсе де жолбарыс тағдыр жеңбеді ау, қасқыр мінез қазақты. Несіне мағанаға өкпеледің, кетпесін сахнада тек көнерің. Сценарийсіз екеуміз шығып тұрмыз, келісіп айтысқанды жек көремін. Екеуміз бір қаржастың баласы едік, сондықтан неменеге кептенемін. Бұрқыратып мен секілді жырынды айтшы, Бұхардың ауылынан жеткен едің. Сусындасын еліміз жырдан жаңа, нұрлар шығып сахнаға нұрланғала. Бұхардың ауылынан жеткенім рас, еңбек еткен баламын қырманда да. Ендеше сен сөзімді тыңдап отыр, мәшһүрдің ауылында тұрған бала. Әгегағым, әгегағым,
айтып үлгереді. Бүгін сенің қалауың жүлдемеді. Дейсің ғой әкім керек, батыр керек. Көз көрмей адамдарды іргедегі. Шетелге қашып кетіп жатсаңыздар, біздер бұндай жандарды кім береді? Әгигағым, ай. Мен қазақ артындамыз, алдым жалын. Талай өліп тірілдім, тағдырдамын. Еділ патша кезінде ордағын ғұн боп, күллі әлемнен күледі қалдырғаным. Томиристің тұсында аңыз болды, парсылық кирдің басын алдырғаным. Шырақтай малшымыздың арқасында көрдік қой Дарийдің де қаңғырғанын. Мен қазақ көк түрікпін, көк бөрелмін, найзама қадағанмын жаудың бәрін. Алтын орда тұсында алып едім, арландай армагір шалдырмадым. Мен осылай қазақ боп түлегенмін, боз күліктер ойнақтап бауырымдамын. Азат күнде атырған әрбір таңым, бір ғасырға татиды әр жылдарым. Әдейі тарихымды жырға қостым, санасына құйсын деп балдырғаным. Санасына солардың төге білсек, осы емес пе рухани жаңғырғаның? Әгигағым, әгигағым, ай. Бауыр десе сен ойға ораласың, ағаң өзің жайлы жыр жобаласын. Осымен Нұрғанатжан қоштасайық, басыңа бәле жала жоламасын. Жамбылдардың жасабінім жүре берші, бүгінгі замандағы баламасын. Алталашқа танылып Нұрғанатым, алты құрлық татағың араласын. Дөңгеленген дүниеде бауырым ай, дөңгелегің тегөрге домаласын. Әгигағым, әгигағым, ай. Біздерді баян тауын арлан қылған, дүбірін ғалымдардың жандандырған. Шетелге қашып кеттің деп айтасын, сенсің бе ауызымды қанған қылған. Қаныштай атаңызды ұмыттым ба, Черчилльмен жолығып та арман қуған. Кешегі бабаларды ұмытпашы, ізінде тарихымда мән қалдырған. Түрікті таң қалдыру бұлай тұрсын, француз ағылшынды таң қалдырған. Сыр шертсем тарихатты көне қарттан, қылмайын екі басты неге мақтан. Бұрында ата мұра орынында, бір асхана болыпты бөлек отқан. Түсіп хан аман келді, аталарым айырды Бирюскадай деген аттан. Ата мұра бұл күнде асхан емес, айналды орталыққа бедел артқан. 28 жыл бойы қазағыма рухани азық беріп келе жатқан. Мерген едім, білмеймін қасымдағы сен не дедің. Осымен қоштасайық деп отырсың, қасым
қасымда отырып алып термеледің, менімен біразырақ айтыстаншы. Өзіңді көптен бері көрмеп едім, әйтпесе туған жерге білесің ғой, Турциядан ішім толып келген едім. Жаратқан бұл жалғанды мәңгі қыппа, Нұрғанат еліңді атқан таңды ұмытпа. Айтысымды аяқтап жатсам егер, бағынып жатқандығым заңдылыққа. Нұрғанат мынау елді алдаған ғой, қарсылас қып мына мені таңдаған ғой. Қаныштармен жамылып отырсың ба, деп Нұрғанат аға жолын жалғаған ғой. Сол қаныштар Англия, Францияға саудасын жасау үшін бармаған ғой. Өлеңді өрімдей қып құрадың ба, ағасы Нұрғанатты сынадың ба. Кәсіпкер болып жатсам жақсы емес пе? Келіп ап құлағымнан бұрадым ба? Біздерге екі жақты бай бола алсақ, қалады қазақтағы мұранында. Қаныштай ғалым болып кетпесең де, бір түрлі кекесім бар сұрағында. Әдейі мен кәсіпке кетіп едім, білмеймін сахнада құладым ба. Дүние адал тапсам жақсы емес пе, кішкентай қаныста қаныштарды шығаруға. Ағамның шабысы да бөлек боп тұр, ақылы мына жерде зерек боп тұр. Қаншама ғалымдармен істес болдым, кетуім сол жағына себеп боп тұр. Қаныштарды ақшалай қолдауға да ағайын Нұрғанаттар керек боп тұр. Сөзімді дәл осылай қашап берем, алдында жыр табақтан асап берем. Адалдан біз кәсіпкер болып жатсақ, ешкім жоқ алдымыздан тосат деген. Азаттықтың 32 жылдығында өзім ақ бір айтысты жасап берем. Нұрғанат алдарыңда құламаған, алдыңда жүлде бер деп жыламаған. Сағындым ағайынның шапалағын, ағайын қосып отыр ұран оған. Халқымда аз келді деп бәлсінбеймін, демеймін бұл шарада ұнамаған. Сайлауды дауысындай ұрланбаған, әрқайсың қымбатсыңдар мынаған. Үлгі алсақ біздер, қайратла үлгі етсек біздер, қайрат ләззатты басынбас ешкім. Қазақтай жастарым шығып, бастарын тігіп, артта қалдырды азаптай. Ұмытпас халқым, жүздері жарқын, елімде өткен боздақтай. Елді қолдауға, жерді қорғауға керек қой бізге батылдық.
көрігі бол. Аламанның тоқтамас көлігі бол. Осы менен бауырым елге оралып, ел үшін еміренген елігі бол. Түркияда тұратын арман емес, арман ғани атаңның серігі бол. Әнигағым, Рахмет ақындар. Ал Ақтық Маренің екінші жұбын ортаға шақырайық. Аспанбек Шұғатаев, Павлодар. Аспанбектің қарсыласы Қуаныш Шарманов, Павлодар. Өлеңнің қуат берсе, оты бойға, ақынның жеткізбейме атын айға. Шеттерінен от ауыз орақ тілді манағы ақындардың сапы қайда. Арасынан суырылып біз шығыппыз, я Алла, құлдарыңды қапы қойма. Аспанбектей дүлдүлмен түсіп тұрмын, бойында тұнып тұрған ақыл айла. Ал енді Аспанбегім сөйлегейсің, ағайынды қалдырмай апырайға. Қазағым, қалың елім, қайран жұртым, қашанда тұрар сенің хақың ойда. Сіздермен дидарласып осы өткізген бір күнім мың күніме татымаймайым. Күндерді артқа тастап мұң жамылған, құтылдық қан шеңгелдің тырнағынан. 30 жыл азат болып ғұмыр кештік, әрине бақыттымыз бұл жағынан. Оны айтудан ақындар шаршамайды, тілдің майы, сөздің майы сорғалап тіл жағынан. Азаттық деп батырлар атқа мініп, алмас қылыш суырған қындарынан. Қайраттарға дейінгі қанша құрбан, Қасым Төрі бастаған Тұлғалыдан. Қайран біздің бабалар не көрмеген, заманның құлақ тұнып сұнзарынан. Екі қолы талғанша Москваңыз қамшысын аямады құлдарынан. Аштық көрдік соғыспен, атым көрдік қасіреттің шығалмай шырмауынан. Өз балаңды өзіңе қарсы қойып, алаштың жау жасады ұлдарынан. Осыны бүгінгілер ұмытпасын, ақылы аспай жүрген ұруларынан. Елдің емес өзінің қамын ойлап, тайлақ жасап алғыштар тулағынан. Елдік бірлік, тыныштық деген сөздер оларға секілденіп құрға құран. Неше түрлі сұмдықтар көбейді ғой, жақсылардың болсақ та жұрнағынан. Аман есен шығарсын Алла бізді бүгінгі дүниенің бұлғағынан. Сөзімнің қымызы бар, шұбаты бар, қонғанын көңіліңе ұнатып ал. Айтулы Аспанбекпен түсіп тұрмын, бойында мақсаты бар, мұраты бар. Сен маған қырын қарап шалқаймағын, дегендей шаман келсе құлатып ал. Кеудесінде ор медалі жалтылдайды. Аспанбек деген мұның дүраты бар. Мәдениет саласының үздік екен, шалқайып бұл отырмай, кім отырар райым? Тәуекел топқа түстік, бел буылды, ер болсаң көрсеткейсің ерлігіңді. Аламанның төрінде ат оздырсам деген жанның бірісің сен бүгінгі. Кеше облыстың айтысынан бас бәйге алып көрсеттің өлеңдегі өрлігіңді.
Енді міне екі басқа кеп отырсын, беліңе бекем байлап белдігіңді. Соңғы кез республикада жолың болмай, облысқа жасап жүрсің зорлығыңды. Қазы жақта жүретін жігіт едің, кемеңгердей көрсетіп кеңдігіңді. Ақыры келіп қалдың, сөйлеш онда, қайықтай қаңғып кетпей желдігіңді. Басымды иіп кетейін мен алдыңда, едігедей көрсетсең елдігіңді. Ат сүрініп болғанша ақыл тапқан шоң бабаның ұрпағы, шоңырымды Ал Қуаныш деген осы қыңыр адам, бірақ та жаңылмаған құбыладан. Шоң бабаңның ұрпағы шоң мұрынды, сөзіңнің ұнамай тұр түрі маған. Бұл қазақ ер мұрынды келеттейді, мен сөзіңнің астарын ұғып алам. Сен бірақ мұрын менен шатыстырма, мен деген осы өлкенің ұлы болам. Ешқандай даудамайда жеңілмеген, шоңның мұрыны емес, тілі боламай. Бұл Қуаныш соғымның күздігі ғой. Бізге ұсынып жатқан тізгіні ғой. Ол рас, бір медальды тағып алды. Одан қалай қалады үздігі ғой. 10 жылдай қазағымды жырладың деп биліктің маған берген тұздығы ғой. Сен бірақ оған болады таңғалмағын, біз осылай жүреміз қыздырып ой. Ақкөл Баян ауылдың жігіттері, шетінен Қазақстанның үздігі ғой. Оған несіне таңғалдың, Асекең тақсам медальды. Қуансайшы керісінше, бауырың болса еңа ел алды. Халыққа қарсы қоятын білем ғой сенің темаңды. Қазақстанды білесің, байлығымның барлығын Машкеевич жеп алды. Алтынымды алам деп ағылшындар кеп алды. Кәрістері мен үндістер көмірменен кен алды. Мұнайымды алған Қытайлар Хайнянға барып дем алды. Өзің айтшы Қуаныш, мына біздің қазаққа медальдан басқа не қалды? Қуаныш, Алтайдағы құлжасың ба? Шынымен өз-өзіңе ырзасың ба? Екі басты әдемі мақтап берді, ал енді Аспанбекті тыңдасында. Екі баста өткізген бір күніміз мың күніме татиды деп турасында. Сен үйтіп екі басты төмендетпе, шынымен бұл қазаққа тұлғасың ба? Екі баста өткен бір күнімді айырбастай алмаймын бір ғасырға. Ол ақыннан сұрағаның өлең боппа, жырауға арзан өлең бедел боппа. Ағайын, мен сен үшін отқа түсем, сен бірақ тастамастың денем дотқа. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы бұл, қазақтың даласына кеген жоқ па? Бірақ бүгін айтыс боп ұл өнерде, ақынның әрқайсысы берем боппа. Не сонда тәуелсіздік бұл тойына басшылардың біреу кеген жоқ па? Ақындардың сөздерін түсінбейтін жоқ әлде бұл басшылар керең боппа? Қазақша түсінбейтін кей басшылар «Анинам зачем надо» деген жоқ па? Жоқ әлде қазағымның төлөнері Нұрсұлудан басқаға керегі жоқ па? Айтыс деген бірінші ерегес қой, ерегестің әр жағы төбелес қой. Киені екі басқа келіп қалдым, бұл деген жаян жиын белемес қой. Бұл жерде талай-талай ерлер шыққан, алыптарын ұмытқан елемес қой. Бұл
Қазақстанда айтыс болмай жатқан кезде мынау ел айтыс көрмеген төремес қой. Әкемнің дәл өзінен алмайтұғын бәкеннің жүрсіндері еберес қой. Атамұра алдына бір тақтасын қойыпты, ол дегенің кем емес қой. Атына бір ескерткіш қойсаңдағы жүрсіндер татымайтын ер емес қой. Ерлерімнің еңбегі ұмытылмайды, екі бассыз ұмытар жер емес қой. Үйткені баян таудың ер жүрсіні, ұлы таудың жүрсінінен кем емес қой. Қайран менің үмітім қидай жанған, ақын ем қарсыласын сыйлай қалған. Қуаныш біздің ел Астанада нам болғанша, керекуге егіліп бидай болған. Бас жүлденің барлығын саған беріп, бұл бізде қабырғалы биге айналған. Бірақ бұл Астанаға көшіп кетіп, Ақорда деген аппақ үйді айналған. Қайранда керекуің сағынады, мен қиғанмен қалың ел қимайдарман. Көкмешітке сыйған қайран басың керекуге қалайша сыймай қалған. Бәрін бір алма гүлге жетпейсіңдер, келім боп келген жерін қимай қалғандай. Алаңдадым, байқаймын қос айтыстың додасында ашымайтын секілді маған жаның. Басшыларды сынадың келмеді деп, осылай сен азырақ арандадың. Кәрісті де айттың ау Қытайды да, оның бәрі халыққа тәмәм мәлім. Азаттық тойы болып жатқан кезде қайтеміз артық айтып заман зарын. Сен өзі жаман ақын екенсің ғой, тек қана айта берер жаман жағын. О, жүрекке жылу сыйлап көңілге құт, істерін жасап жатқан өнімдетіп. Жақсының жақсылығын айт дейді ғой, әкімдікті мен кетем, әкімдікті мақтаймын сенімдетіп. Өйткені осы айтысты жасап жатыр, екі бастың шалқып тұр төрінде құт. Жыл сайын үзбей жасап беріп жатыр, екі бас тұрса деп белің бекіп. Екі мәдениет үй салмақшы деп естідім, оны да көрерміз ғой өмір жетіп. Ардақ ағам ардақты азамат қой, әрбірісін атқарар сенімдетіп. Тынысыңды кеңейткен әкіміңнің жұмысын берсін Алла, жеңілдетіп Аспанбек деген ақыным, біразырақ төгілді, мен де төгіп сөйлейін, сөзімді айтып сенімді. Алма гүлге жетпес деп тартасың ішке деміңді. Бәріңе сонша не болды, Астанаға кеттің деп түресіңдер жеңіңді. Елордада жүргенім, елде жүргенім емес пе? Өзіме неге қимайсың, өзгеге қиған төрімді? Батыс пенен шығысым, оңтүстік пен солтүстік, бәріне етем қызмет, бәріне төгем керімді. Ақын ортақ халыққа, батыр ортақ халыққа, бұл аспан неге бөлінді? Өнер ортақ халыққа, өлең ортақ халыққа, осыны білсең Аспанжан ортада сөйле орынды. Бір кездері өзіңде Алматыға барғансың, ұмыттың ба оныңды? Алматыда тұра алмай Өскеменге мойын бұрғансың, ол жақтан да кеттің ғой, еңбек ете алмай өнімді. Бір азығы жолда деп жолға шыққан жігітке сермейсің енді қолыңды. Айналайын Аспанжан, көзіңді сол
сонша алатпа, шешіп қосып алмаймын малыңды, шешіп алмаймын тоныңды. Сахынаның сыртында сыпайы ғана жүруші, сахынаға келгенде күдірейтпе жоныңды, қолыңмен алып тастай біл қойныңа түскен шоғыңды. Жақыныңа жұмсасан, жауыңа жұмсар оғыңды. Ертеңгі күні болғанда, жағаңнан дұшпан алғанда, шайнамайсың ба? Қолыңда Аспанбек деген ақының, қара жерде табаның, аспанда еді беделің. Таңнан салса кеш қозған, ылдидан салса төс қозған, алты күн шапса алқынбас арғымағым сен едің. Көздеген жерге қадалған жерден қан алған, адырнасында айтыстың алтыда қан қырлы жебедің. Алтын домбыра алғанша, олжаға көңілің толғанша, ортаямын демедің. Қазына қаптай сөгіліп, аузыңнан маржан төгіліп, сөйлеп бір кеткен кезіңде көзіндей болдың көнедің. Ал енді бүгін қарасам, аласарғандай биігім, таяздағандай тереңім. Шашасын сорға малдырмас Аспанбек мынау дегенге, ал енді қалай сенемін. Жанымды отыр жүдетіп, жұпыны жамал жырларым, судан да сұйық өлеңің. Жыраумын деп жүруші, жырау болсаң Аспанбек. Қар өлеңнің қадірін қашыра берме дер едім. Басылмайтын жеріңде басыла берме дер едім. Шашылмайтын жеріңде шашыла берме дер едім. Бос қабықтай қаудырлап, бос ыдыстай даңғырлап, бостан босқа жұлқынба болмаса жұртқа берерің Ал бар менің жұртқа берерім. Не дейдей мына шеберім. Аспанбек деген мен едім, Сарыарқадағы середім. Сұрап көрсең бауырым, Сарыарқадай көлемім. Елім қолдап бергенде бекіре жалды бегедім, мен кімдерден кемедім. Қалай тұлпарды шығарған екі бассыз деген еледің, бес ғасырдан мен үшін биік еді беделің. Аспанбектің өлеңі ұсақталып кетті деп, мен үшін қайғы жемегің. Мен дегенің бауырым шоң билерден қап кеткен, қара жердің бетімен жүріп өткен кемемін. Жасыбайлар атқанда жерге түспеген жебемін. Домбырамды қолға алсам, тоқтамас менің өлеңім. Халқым да маған сенеді, мен де халқыма сенемін. Халқым келіп тұрғанда кім келсе де жеңемін. Өзім құлап жатсам да, көк байрағы қазақтың құламасын демедім ай. Аламан деп отырсам қуаныштыкі тоқпайғы. Өзіңде бауырым бір кезде Алматыда жүрдің деп, одан басқа жоқ қайғы. Оның рас бауырым, Алматыда жүргенбіз, Өскеменде де жүргенбіз. Сері болғасын бұл қазақ жан-жаққа неге соқпайды. Менің атам кешегі Сәтбаевтың қанышы, шығарып берген көкқайды. Францияда Черчиллдің өзі қал деп айтса да, башняда бірақ отпайды. Мен де сол бабам секілді қайтып келдім еліме, елдің мұңын жоқтайды. Біздің баянның ұлдары аспанға ұшып кетсе де туған жеріне тоқтайды. Қуаныш бір түрлі екен ақпарларың, арайлап жатқан кезде ақтаңдарың. Сенің де сөздеріңнен азайыпты тарбағатай секілді қатпалдарың. Сен бұрын домбыраны қолға алғанда өлеңнің төгуші едің мақпалдарың. Астанаға кеткелі ұсақталып қуаныштың төмендеп жатқандарың. Жаман сөз айтатығын жаман ақын, осына болды сонда тапқандарың. Ол рас жаман жағын мен көп айтсам, үйткені халық еді мақтанғаным. Елімнің мұң мен зарын өзім айтып, қуанышқа қалдырайын мақтау жағында. Бұл деген 5-ақ күндік қуаныштың сөздерін ұғу керек. 5 күндік бұл жалғанда күлу керек. Азаттыққа 30 жыл болып жатыр, тәуелсіздік қадірін білу керек.
Ол үшін ағайындар білесің бе, бәрін қазақ боп өмір сүру керек. Екі бастың төріне біздері келдік, осыны бір назарға ілу керек. Қазақтың баласы да, орыстың да атамұра ішіне кіру керек. Атамұра ішіне кіріп алып, қазақтың кім екенін білу керек. Кеше осы жаққа айтысқа біздер келдік, қонақ үйдің ішіне кіру керек. Бірақ та қонақ үйге бару үшін екі бастың ішімен жүру керек. Жолда Аққу клубқа мен кездестім. Жаулардың кеп табанын тілу керек. Алдында Лениннің түр ескерткіші, орыстар өз орнын білу керек. Екі бастыз қазақтың мекені ғой, осыны барлық қазақ ұғу керек. Екі бастың көмірі білеміз ғой, қазақ түгіл орысқа жылу боп еді. Сондықтан да орнында Лениннің қосымның ескерткіші тұру керек. Сен де солай намысты кірлетпе еш, дегендей өлем дейтін тірнекке көш. Құдай-ау, Ленин деген ол кім еді? Мұхаммед пайғамбарға үмбет емес. Аққу клубтың алды ештеңе емес, Аспанбек қалай сөзін тірнектемес. Бауыржан Момышұлы көшесінде тағы да бір Ленин тұр құрметтемес. Сонша еркелететіндей орыстарды, олар біздің бақытты сүннет емес. Екі бастыз болғанмен қалады, екі Ленин тұруы міндеттемес. Қуаныш өзіміздің шайырлығып, сен де жасап жүрсің ғой қайырымдық. Қуаныш есіңде ме, Семей жақтан келгенде Қарертістің тайы қылдық. Тайдан кейін сен өзің арғымақ боп, одан соң Керекудің байы қылдық. Бай боғасын Астанаға қашып кеттің, сонда да Қарертістің айы қылдық. Бауырым, бізге қайта көшіп келгін, Құдайым істеріңнің қайырын қып. Қуанышты жоқтайтын жағдайым жоқ, онсыз да алма гүлден айырылдық ай. Аспанбек төгіп сөйлесе, мен шыдап қалай тұрайын. Тоқтаған жерден іліп ап маржандай өлең құрайын. Алдымда барда қалың ел, арқамда барда Құдайым. Көңілін елдің көтеріп көздеген жерден шығайын. Тізгініңді босатса ақбадайсың аспаным. Тоқтап бастап алсаң дарылдап тоқтамайсың аспаным. Жалғыз шапқан ат жүйрік мағанда біраз уақытты сақтағайсың аспаным. Басыңды жұлғып тастайсың бас білмейтін асаудай. Лениндерді тіздің ғой, арғы жағың айғайдан бергі жағың асандай. Жамандықты жырласам еліммен бірге болам дейді, сол үйтіп бұл сөйтіп асып тасардай. Азырақ алшы деміңді өз сөзің өзің шашалмай. Үйленіп үйлі болсаң да, әкелік атақ алсаң да, желпілдеп әлі жүрсің ау кеудеңнің желі. Бас алмай айым, айым, айым. Айрылдық деп алмоштан, айтқаның сенің зардағы. Керекуге қайтқын деп маған қарсы қоймағын халықты мынау залдағы. Бұлай саған айтайын, екі бастызым бұл менің еркелеп атқан таңдары. Қосымнан бермен қозғасам тарихтың терең толғамы. Анау бір Ақкөл жайылма қасиетті құт мекен жігіттің жүрген ардағы. Қарертістің бойында Кереку деген қалам бар, қазақтың қара орманы. Мынау жатқан Баянта өзің туған мекен ғой. Арыстан желкеп піл сауыр жолбарыстай жондары, жиырылып жататын жидекке толып аңғары. Өркімді жерге түсірер мойынды созып қарасаң Ақбеттаудың заңғары. Заңғардан биік баллары. Ал енді тыңда Аспанжан, сол Баянауыл жатқан Сарыарқа. Елордамызда жатыр ғой елімнің алтын балдағы. Ендеше елден кеткен жоқ сөзіңнің болар жалғаны.
жас баладай көңілі жақсылардың өңірі. Осындай жерді ұмытсам, ұмытқаным ғой Алланы. Бұл жерде тумақ түгілі, табаны тиген адамның жоқ емес пе ол? Арман айым, ай маңдайдан тері жыртылған, таңдайда сөзі бұлқынған. Мәреге келді қош жүйрік, ауыздығымен жұлқынған. Көмбеге таяп қалғанда, қиғулап айғай салғанда, шыдасаң шыда шіркін жан. Жүйріктің бірі мен едім, салдырмай қамшы ұмтылған. Көр алмаған көп жаман, сөз айтады екен сыртымнан. Солардың көрдік талайын, аса алмай жүрген құлқымнан. Жарнамашыл жан мен емес, туғандан ағыз ерегес, жан аяп қалман ұлтымнан. Қаймана менің қазағым, бірлікшіл болсаң бекемсің, бақытың кетпес уысыңнан. Берекешіл болсаң жетерсің, берекешіл болсаң өтерсің көлдеден жатқан мыңсыннан. Ел алдына келгенде, сөйле деп кезек бергенде, осылай сөйлеп бермесем бекерге анам. Ұл туған айым, аспанбек қанат қақсаң қалықтайсың, қалықтасаң шабыттанып шарықтайсың. Қамшың қалды бағанадан мына жерде, сен өзі аспан жырау соны ұқпайсың. Қамшы деген зат еді қасиетті, сен оның қасиетін танытқайсың. Домбыраңды арқалап жүре берсей, бәрібір қамшыны ұстап жартпайсың. Аспанжан бұл өнердің ұғып мәнін, айтайық өлең сөздің тұнықтарын. Сен менің жан бауырым, аспанымсың, алдыңнан ата берсін күліп таңың. Құшақтасып жүрейік біз екеуміз, қазақтың салты менен оқып, қазақ салты мен ғұрыптарын. Шаңырағын көтеріп, ұл өнердің қатар жүріп қадайық уқтарын. Қуаныш аяғында өзгердің ғой, шықтыңда кеп қамшыма сөз бердің ғой. Басында ұзағынан сөйлеп едің, аяғында кезекті тез бердің ғой. Мен қамшыны әдейі тастап кеттім, өйткені биіктерді көздермін ғой. Қазір барып бұйырса алып кетем, финалға шығарымды сезгенмін ғой. Қазақтың екі бастыз қаласы бар, бұл елде тұрғандардың бағашылар. Бәрібір қамшы ұстап жарытпайсың, қуаныш бұл сөзіңнің наласы бар. Қуаныш білесің бе, бұл қамшыда қаншама қазағымның жарасы бар. Қолынан кеп қамшысын тастамайтын, қасыңда Баянтаудың баласы бар. Біз деген осы өлкенің ұлымыз ғой, сөзімізге кімдердің таласы бар. Біздің елге, біздің елдің ұлдарының қамшы емес, көк байрақ көтеретін шамасы бар. Шынымен қазақ болып туасың ба, бабалардың жолдарын қуасың ба? Екі бастыз мәңгілік жасай берсін, сағанда мәңгілікке ұнасың да. Сонымен нақтайтсайшы бауырмау, атпасын бұрмайсың ба, бұрасың ба? Ол расымен осы елдің еркесімін, осы елдің баласы болып туасың да. Қай ауылға барсам да мінгізеді, тұлпардың аласында, құласында. Артында дәл осындай халқы бар, мен бақытты екем ғой арасында. Айтысқа бір-ақ рет жаяу кеппін, оның өзі 6-шы класында. Қазақтар екі басты қоныстаған, ағамыз микрофонды зор ұстаған. Яғни уақыттан асып кеттік, берейін деп отыр ау сөгіс маған. Қуаныш бауырым ау, сен даман бол, бұл күнде Астананы қоныстаған. Сен менің өте жақын жан бауырым, қазақтан жақын емес орыс маған. Сондықтан дәл осылай елің барда сен де жете бергейсің жеңіс каман. Екі бастың қазағы аман болсын, ақ батаңды алсам да жеміс маған. Екі бастың қазағы сен жасай бер, екі дүниелерін кең ұстаған. Ай бәрекелді. Ал енді баға сұрамаймыз, жауап түрде өтетін болды ғой да. Ал қазір аралыққа сіздерге бір 5-10 минут үзіліс қорытындылауға.
Ал ендеше сіздерге арнайы бір концерттік бағдарламамыз алдарыңызда Болатбек Шаламовтың орындауында бір керемет әсем ән қабыл алыңыздар. Жанбай қалған о бұл шаласындай ағаш
ағаштың жанбай қалған шаласындай тағар тайса жаман адам зар жақ толар ағаштың жанбай қалған шаласындай ағаштың жанбай қалған шаласындай біздің ауыл шырайлай ақыл тоғыз бұлақ семірген ей жыралмайдай ол өгіз құламай кейбір жаман тамшыға ақыл жете алмайды дәметіп ей жаратқаннан ол теңін сұрамай ақыл орта берді жет берді берді қарқара дегенменен ол жердің көркі ай орта берді жет берді қарқара дегенменен ол жердің көркі ай білім алдым Истанбул ақыл бабасына алаштың ей тәлім бердім ол баласынан ай өлгеннен соң құржылап ақыл тірісінде кім жетер ей азаматтың ол баласынан ай ақыл орта берді жет берді қарқара дегенменен ол жердің көркі ай орта берді жет берді қарқара дегенменен ол жердің көркі ай ол жердің көркі баспадым жардың шетін құлайма деп ішпедім арықтан су құлайма деп қорқамын дос болуға жаман менен қар жерде ер тоқымын сұрайма деп қыздар бұлбұл жігіттерді өтіп барат өмір құрғыр ақау арман дүние шалған қалаулайдым жақсылар жақсымын деп айта алмайды жамандар жақсымыз деп айқайлайды жүрген соң бауырымда күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды қыздар бұлбұл жігіттерді өтіп барат өмір құрғыр ақау арман дүние шалған қалаулайдым ақау арман дүние шалған қалаулайдым
сахна төріне құрметті қазылар алқасын шақырамыз. Ал енді құрметті айтыс сүйер қауым ағайын, міне 4-5 сағат тапжылмай отырып, жылдағы дәстүрмен мына құтты мекеніміз Екібастұзда тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қазақ елдің тәуелсіздігіне арналған айтыстың куәсі болдық, тамашаладық. Сол тәуелсіздіктің 30 жылдығы ішінде кеше ғана тамшы болып басталған айтыстың 30 жыл бұрын теңізге айналғанының куәсі болдық. Сол кездегі өскіндердің бүгін айтыстың өреніне айналғанын көрдік. 12 ақынның қай-қайсысы болсын, Алланың берген қуатымен, қазақтан алған, қазақтан сіңірген дәм тәрбиемен, осы біздің халықтың 30 жылдың ішінде жеткен биігін, қуанышын, шаттығын айта білді деп ойлаймыз. Ақын болған соң, жүректеріне батқан, мұңға жүрген, бәрімізге де батып жүрген өткір мәселелерді айтты. Қысқасы ақындар өткірді айта білді, тұспалдап та айта білді, ишаралап та айта білді. Рахмет, Екібастұз өзіміздің мекеніміз, Екібастұз қаласы, өңірі, оның бүгінгі дамуы, мәдениеті, өнері, ол жайында да небір тамаша теңеу сөзді бағалауды естіп марқайып қалдық. Ол үшін де ақындарға рахмет. Ертеңгі күніміз, бүгінгі күнімізден де жақсы болсын деген ақындардың тілегі, сол тілек елімізді көгерте берсін дейміз. 12 ақынның бәріне тек қана алғыстан басқа сіздердің аттарыңыздан, Екібастұздық елдің атынан, мына қазылардың алқасынан өзімнің атынан айтарым жоқ. Енді осы айтып келе жатырмыз. Пәленбай жылдан бері тәуелсіздік күнінде Екібастұзда жылда айтыс болады. Ол айтысты ақындар да сағынып тұрады, үйреніп алған, іздейді. Осы Екібастұз тәуелсіздік мерекесіне айтыс өткізуші еді деп, міне бүгінде қанша ақын іздеп келіп, бізді қуантып отыр. Осы айтысты жыл сайын осылай деңгейінде ұйымдастырып жүрген, соған мұрындық болып жүрген қала басшылығына, оның ішінде қаланың әкімі Ардақ Амангелдіұлына, содан кейін мәдениет бөліміне, Айжан қарындасымызға, Атамұра мәдениет орталығына, Нұрсұлу қарындасымызға бәріне ризалық білдіреміз. Осы айтысқа қаражат, қолдау білдіріп, ақындарды құр қайтармау үшін қазақтың жөн-жоралғасын жасап, ат мінгізбесек те, шапан үстіне жаппасақ та, соның бәрін конвертке салып беруді әзірлеп қойған. Сол ризалық айтамыз. Және де 30 жылдың жөні бөлектігіндей тәуелсіздіктің, биылғы айтыстың да жөні бөлек болып, талай жыл ішінде жүрміз ғой. Биылғы сый-сияпат жүлделері жылдағыдан 2 есе, 3 есе көп болып тұр. Оны тапсырған кезде бағана айтқанымдай атай жатар. Бәрі тек қана құтты болсын дейміз. Сол қала басшылығынан басқа айтысқа мынау арнайы жүлделерді тағайындауға соған қаржы қосқан 1-2 азамат бар екен. Сол кісілердің де атын атап жіберуге рұқсат етіңіздер. Ол мына қалалық мәслихаттың депутаты, Табыс шаруа қожалығының иесі Манат Қажыбекұлы, содан кейін Бақытжан Екпінтай деген азамат, Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңесінің мүшесі екен. Осындай қатынтай жомарт азаматтар да арамызда көп болсын. Рахмет. Ал енді өздеріңіздің ұйғарымдарыңызбенен жаңа шешілген марапатты орындарды табыстауға рұқсат етіңіздер. Яғни марапаттау рәсімі ақындарға номинацияларды табыстау үшін қазылар алқасының мүшесі, ақын, Қазақстан жазушылар одағының Павлодар облыстық филиалының директоры, Шаңырақ облыстық халық шығармашылық орталығының басшысы Жарқынбек Амантайұлы. Сіз табыстайсыз номинацияларды. Арқалы ақын номинациясыменен
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Тұғыры биік тәуелсіздік республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша арқалы ақын номинациясымен Серік Қуанған марапатталады. Өскемен қаласы. Ақындарға 100 мың теңгеден сый сияпат тағайындалып отыр. Қошеметтеп қойыңыздар. Дүлдүл ақын номинациясымен Оразбек Саяхат марапатталады. Павлодар қаласы. Жүйрік ақын номинациясымен Аян Ниязбек марапатталады. Шымкент қаласы. Азулы ақын номинациясымен Тілеген Әділов марапатталады. Қарағанды облысы. Және тәуелсіздікке 30 жыл номинациясымен Алтай Қадырбек марапатталады. Павлодар қаласы. Арнайы жүлделерді табыстау үшін ортаға ақын ақпарат саласының үздігі төсбелгісінің иегері, Найзатас журналының бас редакторы, Қазылар алқасының мүшесі Асыл Әбіш шақырамыз. Түсіпхан Қасымжанұлы атындағы арнайы жүлдесіменен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Тұғыры биік тәуелсіздік республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Абзал Қабдраш марапатталады. Бәтенұлы атындағы арнайы жүлдесіменен Тілек Сейітов марапатталады. Баянауыл. Және де Алмагүл Жүгінісов атындағы арнайы жүлдеменен Рауан Қайдаров марапатталады. Екібастұзы ақын. Жүлделі 3-ші орынды табыстау үшін ортаға Қоғабай Жұмағали Бижанұлын шақырамыз. Ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы, Қазылар алқасының мүшесі. 3-ші орын Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Тұғыры биік тәуелсіздік республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Рымбай марапатталады. Қарағанды облысы. Екінші орынды табыстау үшін ортаға ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазылар алқасының мүшесі Қали Арман ағамыз шақырамыз. Екінші орын Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Тұғыры биік тәуелсіздік республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Нұрғанат Қайрат марапатталады. Баянауыл.
Биік Тәуелсіздік Республикалық ақындар айтысында жүлделі бірінші орынды табыстау үшін ортаға Қазылар алқасының төрағасы, ақын, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Садуақасов Жасерік Жәлелұлын шақырамыз. Бірінші орын Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тұғыры биік Тәуелсіздік Республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Аспанбек Шұғатаев марапатталады. Павлодар қаласы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған тұғыры биік тәуелсіздік атты республикалық ақындар айтысында бас жүлдені табыстау үшін сахна төріне Екібастұз қаласының әкімі Ардақ Амангелдіұлы Қаңдарбаевты шақырамыз. Қадірменді өнерсүйер халқым, бүгінгі жиналған зиялы қауым, қадірлі қазылар алқасы, бүгінгі өнерімізді қызықтатып, біздің қолымызда шығып отқан айтыскерлер, оның ішінде алыс жақыннан келген қонақтарымыз, баршамызға осы тәуелсіздік тұғырлы болып, осындай мерей тойлар көбінен бола берсін деп тілеймін. Бүгінгі айтыспен дәстүрлі жылда болып жүрген Екібастұз қаласының осы жаңа жылдың қарсаңында біздің үлкен тойымыздың науқанында болып жатқан жылдан жылға қарай өсіп бара жатқан біздің айтысымыз қашан да осының мәресі өсе берсін, деңгейі жоғары болып, мәртебесі биік болсын. Бүгіннің өзінде де міне өздеріңіз көріп отырсыздар, қызықтап отырсыздар, біздің ата-бабамыздан қалған мұрамыз, біздің төл өнеріміз, тіпті шежіреміз деп айтсақ та болады. Қазақтың осындай айтысты бәріміз қызықтап, оның ішінде біраз жерден Қарағанды бар, Шығыс Қазақстан, Шымкент бар, келіп отқан азаматтарға қуанып, болашақта біздің осындай айтысымыз халықаралық деңгейге жетсін деген тілегім бар. Ол үшін өзіміз мемлекет тарапынан қашанда осының үлесімізді қосамыз, біз қашанда осыны қастерлейміз. Біздің ата-бабамыздан қалған сөз өнерін арман қарай да ұлықтап, арман қарай да насихаттап, ұрпақтан ұрпаққа арман қарай жалғасатын қылып, өшпес қылып, мәңгілік қылып, жаңа Ақтөбеге айтқандай 30 жыл емес, 100-ге де, мәңгілікке де Құдай қаласа жеткіземіз. Ал енді бүгінде қаншама жақсы тәуелсіздігімізге арнап еліміздің, жалпы халқымыздың 30 жылда бағындырған белестерін айқындап, біраз жетістігімізді біздің ақындар айта білді. Көп-көп рахмет, асиеміз. Осындай орысымыз, осындай өнер өскеніміз қашанда болсын жарасымды болып. Жаңа Жасерік ағамыз айтып өткендей, өзіміздің еліміз, ата-бабамыздан қалған осы өнердің мәнерлігін, оның нәзіктігін, оның баяндылығын, әсемдігін жылдан жылға сақтап, ұмытылған нәрсені қайта жаңғыртып, осындай қызықтауға, соның барлығына тереңіне түсіп, тарихын дәріптеп, қай жағынан болсын нағыз өнерге айналдырып, біздің асыл мұрамызға айналдыра берейік. Баршамызға мерекеміз құтты болсын, еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болсын. Бәріміз аман-есенде осындай той-думанда жүре берейік. Мына ақындарға қандай азулы, талай жүлделерді ұтып жүрген азаматтар әлі де көріпті, жігері ойларына толы, бірін-біріне берісі жоқ. Осындай жігерліктен таймай, тапқырлығымен, осындай ауыздарымен көрініп, ортамызда жүре берсін, біз оны қызықтап жүре берейік. Бас жүлде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тұғыры биік тәуелсіздік республикалық ақындар айтысының қорытындысы бойынша Қуанышбек Шарманов марапатталады. Павлодар қаласы. Беу дүние-ай, бұл толқыған кезім едің,
ағайын мейіріміңді сезіп едім. Павлодарға көшсем дейді аспан досым, досымның салма тағдыр көзінде мұң. Мейлі ғой қайғырда жүрсек тағы, ағайын өзің қолды созып едің. Ертіс баян сен менің сүт анамсың, қашанда ықыласыңды сезінемін. Құлым болып келген бұл қуанышты құлагер жасап шыққан өзің едің. Сондықтан тебіренем толған алам, жүлдесін беріп жатыр Ардақ ағам. Ардақ ағам басқарған екі басты жамандықтан сақтасын Алла маған.